Қайырлы кеш оқырман. Аида мен Нұрдаулеттің ара қатынасы хикаясы бітпей жатыр. Жігіттің сөздеріне Аида жынданған болу керек. Бүгін бар ойын сториспен жеткізе салған болатын. Соған қарағанда Нұрдаулеттің стористарын, сөздерін оқырман жеткізетін көрінеді. Ал енді көрейік, Аида не деп жатыр. Сабыр бер дейінші, мен шықпай күліп сөйлебей құтылайыншы десем дағы қойбодыңар ғой. Мен аял башым менен, мен елдің алдынан ажал издавить етіп отқан жоқмын. Мне плохо, мне больно. Да, я тоже плачу, мне больно, но я это не показываю. Мен деле аял башым менен жеңімді түріп, все, надо двигаться дальше, жаша тоқтойды то там. Кимдир біреулерге оқшап, нажал издавить етіп, мен ушындай қылайын дедім, болбоду, мындай болды. Мені аралаштырбай, күчтүү болуп жашағыңар келеби, мені аралаштырбай, елдің алдында жалки болбой, нажал издавить етпей, жашағыла ради Бога. Я что, мешаю вам? Шықпаған сайын башыма чығотасыңар, и что я скажу вот? Как будто мен аны ургам, мен аға қол көтергөм, мен жұлқылдатқам, көгала қылып түрткөм стеклого, как будто ал стрессін айна выкидыш болғанды, блин, хватит уже, еркек болғач. Ал Нұрдаулет болса осындай жазу қалдырды таңертең. Бәрінен шаршадым, болды сындым. Инстаграмымды жауып, қарапайым адамдарша жұмыс жасап тыныш өмір сүргім келеді. Карьера, бизнес, спорт бәріне қойғаным бар. Осынша жұмсақ, осал болып шаршадым. Хватит уже істейтін ештеңкем қалмады. Сынақты көтере алмай қиналдым. Енді мені әлеуметтік желіден көрмейсіздер. Барлығын тастап басқа жаққа басқа саламен кеткім келеді. Ауылда жатқаныма бір апта болды. Қалаға мүлдем желаниям болмай қалды. Мысалы осылай айтып бәрін тастап кетсем де болар еді. Бірақ олай айтпаймын. Менің кім екенімді көрсетем, әлі өзімді мойындатамын. Осы күнді есте сақтап алыңыздар, бұйыртса 2026 жыл басқаша болады бәрі. Мен үшін бәрі енді басталды, деді Нұрдаулет. Ал Аида сезім жоқ, болды теманы жабайық деп көп сөздер айтты. Солай енді екеуінің екі жаққа кетуі осы секілді. Аида қозғалыс, алға ұмтылу дегенді жақсы көреді. Ал Нұрдаулет жаймен баппен күнделікті өмірді сүргісі келеді. Екеуінің деген өмірге деген көзқарасы әр түрлі секілді. Бірге қайта қосылу үшін екеуі бір жаққа қарау керек. Қазір екеуі екі түрлі әлемде әр түрлі жаққа қарап тұр деуге болады. Сіз қалай ойлайсыз?